Сәлем достар. Ортасы толығымен піскен әрі жұмсақ дәмді құймақтың рецептімен бөлісемін. Бізге керек заттар: тұз, қант, жұмыртқа, ас содасы, ұн және айран. Таза ыдысымызға айранды құямыз. Үстінен 1 шай қасық ас содасын салып, араластырып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бізде айран көтерілу керек. Таза ыдысымызға жұмыртқаларды жарып аламыз. Шанышқымен жұмыртқаларымызды араластырғаннан соң үстінен қант, тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызға айранымызды құямыз. Ұнымызды салып шығамыз. Араласқан қамырымыз тура қаймақ сияқты болу керек. Табамызды қыздырып, ішіне май құйып жағып шығамыз. Табамызға қамырды 1 ас қасықтан салып шығамыз. Бетін қақпақпен жауып қоямыз. 2-3 минуттан кейін құймақтарымызды аударамыз. Осылайша барлық құймақтарымызды пісіріп дайындап аламыз. Қыздар, осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.